Назар FM медиа орталығы сіздерге музыка әлемі бағдарламасын ұсынады. Сіздермен болатын мен Марал Асхатқызы. Өз елдерінің мәдени өміріне ғана емес, бүкіл әлемнің музыкалық тарихына ең үлкен ықпал еткен 10 композиторлардың тізімін дайындаған болатынбыз. Бұл видеода енді достар қалған 5 композиторлар туралы қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Михаил Иванович Глинка халықаралық деңгейде мойындалған орыс композиторы және орыс ұлтшылдық мектебінің негізін қалаушы. Михаил Глинканы тамаша әуесқой деп атайды. Оның үйлесімді жұмысы соңғы ресейлік құнды музыканың негізі болып саналады. Өз шығармаларында қарапайым шаруаны, орыстың ұлттық, яғни сипатының ұлылығын, оның батылдығы мен сөзсіз төзімділігін дәріптегісі келді. Рихард Вагнер ұлы неміс композитор ретінде танымал және тарихқа енді. Полет Валькирии, Тристан и Изольда, Сон в летнюю ночь, яғни шығармаларының бірнешеуі ғана. Дегенмен ол тек тамаша шығармашылығымен ғана емес, замандастар мен ұрпақтарының есінде мәңгі қалды. Ұлы композиторлар тізімін 21 ғасырдың ең танымал музыканттарының бірі Людовико Эйнауди жалғастырады. Көптеген жылдар бойы оның, яғни телешоулардың саундтректері мен жарнамалар ретінде ойналған фортепианолық музыкасы ұжымдық санаға еніп кетті. Ал оның артындағы момын итальяндық, яғни итальяндығы көзге көрінбейді. Эмоционалды, жеңіл, лирикалық және әрқашан өте талғампаз Людовико соңғы 2-10 жылдықтағы музыкасы мен орындау әртүрлілігі өсіп келе жатқан аудиторияны өзіне тарта білді. Кинотеатрға келген әр буынның ішінде өзгелерден озып, өз дәуірінің үнін жеткізуге келетін композитор болатын сияқты. Қазіргі киноның өзіндік музыкалық рухы бар. Болашақ археологтар, яғни біздің өркениетіміздің жерленген қирандыларын тапқанда, олар қалған фильмдерді Ханс Зиммер кезеңі деп атауы мүмкін. Я достар, өздеріңіз естігенде Ханс Зиммер кино әлеміндегі ең табыстылардың біріне айналған неміс композиторы. Ханс өз жұмысында әртүрлі аспаптарды электронды дыбыстармен, техникамен үйлестіре білді. Зиммердің айтуынша, оның музыкалық білімі бар болғаны 2 апталық фортепиано сабағынан тұрды. Мен өзім үйрендім, бірақ мен әрқашан музыканы басымда еститінмін. Тізімді 20 және 21 ғасырлар тоғысындағы ең танымал композитор болған британдық музыкант, мәтіндердің авторы және орындаушысы Элтон Джонмен аяқтаймыз. Өмір бойы өзінің шеберлігімен шыңдай отырып, ол бүкіл әлем бойынша миллиондаған жанкүйерлердің сүйіспеншілігіне ие бола алды. Оның орындаушы ғана емес, сонымен қатар өз мәтіндері мен музыкасының авторы болуы тыңдаушылар мен сыншылар тарапынан музыкантқа ерекше құрмет тудырды. Ұлы да дарынды адамдар әр уақытта өмір сүріп, терең із қалдырды.
Біреу керемет шығармашылықпен, ал біреу сіз тең болғыңыз келетін өмір салтымен есте қалды. Тарихқа енудің көптеген жолдары бар. Дегенмен, олар туғаннан дарынды болып қана қоймай, дарындылығын дамытып, шыңдай білген. Сол арқылы миллиондаған адамдарды өзі тануға, мақсатқа жетуге шабыттандырған адамдарды шын жүректен еске алады және бағалайды. Біздің әрқайсымызда мұндай мүмкіндік бар екенін ұмытпаңыздар. Ол үшін арманға сеніп бас тартпау, үнемі алдыға ұмтылу және жұмыс істеу жеткілікті. Иә, достар, әлемнің музыкалық тарихына ең үлкен ықпал еткен 10 композитордың тізімі тәмамдалды. Сіздермен болған мен Марал Асхатқызы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.